Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін қыркүйектің 8-і. Сабақтың тақырыбы үй жануарлары, жанды табиғат. Тема урока домашние животные, живая природа. Жаңа сөздер. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем, повторяем. Қора, мал, қой, сиыр, жылқы, ешкі, түйе. Және қосымша сөздер. Дополнительные слова, которые встречаются в текстах. Үй жануарлары, ауылда тұрады, жазда, көмектестім, шөп салдым, тазаладым. Балалар, бүгін сендермен жалғауларды қайталаймыз. Тәуелдік жалғауы. Давайте, ребята, сегодня повторим с вами тәуелдік жалғауы. Первое лицо. Менің, мой, моё, моя. Окончание м. Не забывайте, что если в корне слова встречаются твердые гласные, в окончании тоже должно быть твердое гласное м. Если в корне слова встречаются мягкие гласные, то в окончании тоже должно быть мягкое гласное, например, м. А окончание или с добавляется к словам, которые заканчиваются на согласный звук. Екінші жақ, второе лицо. Сенің, твой, твое, твоя. Окончание ың. Үшінші жақ, третье лицо. Оның, его, ее. Окончание если слово заканчивается на согласный. С, если слово заканчивается на гласный. Мысалы, например, менің ауылым, үйім, түйем. Сенің ауылың, үйің, түйең. Оның ауылы, үйі, түйесі. Дальше с вами работаем с заданиями. 11-ші бет, 1-ші тапсырма. 11 страница, первое задание. Мәтінді тыңда, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып қайтала. Устно выполняем задание. Сначала слушаем текст, потом по услышанному тексту вместо точек вставляем слова и читаем. Тыңдаймыз. Слушаем. Менің атам ауылда тұрады. Атамның қорасы бар. Қорада жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Олар үй жануарлары. Келесі тапсырма 12-ші бет, 2-ші тапсырма. Следующее задание 12 страницы, второе задание. Выполняем письменно в тетради. Суретті сөзге айналдырып жаз. Переписываем предложение в тетрадь, вставляя вместо картинок слова. Выполняем. Балалар, келесі тапсырманы орындаймыз. 12-ші беттегі 3-ші тапсырма. Оқылым, чтение. 3-ші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст, ответь на вопросы. При ответе на вопросы обратите внимание, когда вопрос задается в казахском языке. Например, Әлібек жазда қайда барады? Әлібек летом куда поехал? Әлібек жазда ауылға барады. Вместо слова «қайда» вставляем ответ. Әлібек жазда ауылға барады. Устно выполняем задание. Итак, ребята, давайте подведем итог урока. Балалар, сабақтың қорытындысын шығарайық. Біз бүгін не білдік, нені есте сақтауымыз керек?
Что мы сегодня с вами узнали? Что мы должны сегодня запомнить? Атамның қорасы бар. Қорада жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Оларды үй жануарлары немесе мал деп атайды.